Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлушаш Ардақызы, мен Сана орталығының маркетинг бөлімінің спикерімін. Мен сіздермен SMM саласына қатысты барлық пайдалы ақпаратпен бөлісуге дайынмын. Видеоның тақырыбын оқыған боларсыздар. Instagram кәсіпкерге не үшін қажет? Бұл тақырыпты барынша ашу үшін, барынша түсіндіру үшін екі жағдайды қарастырайық. Мысалы, сізде офлайнда дүкен бар және онлайнда дүкен бар деп алайық. Бірінші жолы сізде тауарыңыз болу керек, оны сататын, жалға алатын орныңыз болу керек, ол жерде жұмыс істейтін қызметкерлеріңіз, яғни кассир болу керек, тазалығын сақтайтын техперсоналыңыз болу керек, және ол жердің әрине коммуналдық шығындары бар екенде естен шығармау керек. Қарап тұрсаңыз қаншама шығын. Ал енді онлайнда қалай? Онлайнда сізде тауар, Instagram парақша және де SMM маман болса жеткілікті. Өйткені бұл сіздің виртуалды дүкеніңіз. Витринаға заттарды қойғандай, сіз өз тауарыңыздың суреттерін, оның видеоын, оның пайдалану мақсатындағы түсірілген видеоларды жариялай аласыз. Сол арқылы сіз адамдарға тауардың не үшін сатып алу керек екенін жеткізесіз. Енді кәсіпкер Instagram арқылы өзінің дүкенін брендке де айналдыра алады, танымал дүкенге де айналдыра алады, және де бос парақша ретінде де жүргізе алады. Бұл жерде ескере кететін жайт, сізде алдын ала жоспарланған контент жоспар, маркетингтік стратегия болу керек. Осылайша дұрыс стратегиямен дұрыс затты дұрыс жасау арқылы сіз өз клиенттеріңізді таба аласыз. Енді SMM-ді мамандық ретінде, SMM арқылы ақша табу үшін сіз SMM мамандығын игеруіңіз қажет. Бұл жерде екі фактты айта кетейік. Егер барлық адамдар SMM-ді оқып қойған болса, барлық адамдар бұл саланы зерттеп қойған болса, неге әлі де Instagramда қызықсыз пайдасыз парақшалар көп? Неге HeadHunter'де әлі де 287 бос жұмыс орындары бар? Неге? Сондықтан да SMM саласын әлі де зерттеуге кеш емес, сіздің де әлі мүмкіндігіңіз бар. Және айта кететін жайт, осы жылы Қазақстанда 60% қолданушылар қазақ тіліне көп назар аударады. Яғни бұл тағы да бір мүмкіндік. Сіз қазақ тілінде маман болсаңыз, кез келген компанияға да жұмысқа тұра аласыз. Кез келген тауарды да сата аласыз. Өйткені бұл заманның талабы. Сонымен Instagram кәсіпкерге не үшін қажет екен және Instagram арқылы қалай ақша табуға болатынын біз талқыладық. Енді келесі сабақта біздің клиенттеріміз қайда? Неге менде Instagramда сатылым жоқ? Жасап жатырмын ғой, менің сатып алушыларым қайда деген сұрақтарға жауап беретін боламыз.